Ассалаумағалейкум. Мен сіздерге бүгін балаларға арналған шапка тоқуды үйрететін боламын. Ол үшін керек заттар бізге нөмірі 4-ші және нөмірі 5-ші специяларымыз керек болады. Және дәптер ручкамыз керек, қайшымыз, көзі үлкен инеміз керек, сантиметрлік жаңа лентамыз керек болады, және мындай белгілеп қойған маркерлеріміз керек болады. Және де ең алдымен бізге соны тоқитын жіптеріміз керек болады. Менде мынандай 2 түрлі жіп. Бұл алдыңғы біздің тоқыған жаңа шалбарымыз бен жемпіріміздің наборлары болып келеді. Сондықтан осы 2 түсті алып тұрмын. Alize Midi Superlana, Alize Midi жібі 100 граммда 170 метр. Бұның түсі 152. Мен дәл осы мынандай Alize Superlana классикпен тоққам, ол набордың барлығын, бірақ бұл жіптің дәл осы 152 түсін таба алмадым. Сондықтан мен Midi жібін алып тұрмын, тоже сол Alize фирмасы. Оның алдыңғы менің тоқыған міне 152. Осы болса негізі, осыны алсаңыздар болады. Alize Superlana классиктікі. Alize Superlana классиктің осы розовый түсімен қосып комбинировать етіп тоқитын боламыз. Бұл розовый түсі 295 теңге. 295 теңге деппін ғой. Бұл жерде біздер номері айттым ғой, 5-ші және 4-ші мен бастаймыз. Мына 2 жіптің біреуін қарасаңыздар жұқа, біреуі жуан болып тұр ғой. Біз барлық комплекталарымызды, наборларымызды 2 қабаттап тоққанбыз. Мынаны былай 2 қабаттасаңыздар, мынаның несімен бірдей болады, жуандығымен. Сондықтан осы 2 түсті 2 түрлі жіпті алып тұрмын, өйткені мына жіптің осы 152-ші номері болмады. Олай болса, бірінші әуелі өлшемдеріне келетін болсақ, біздер міне 2 жасқа тоқиын деп тұрмыз. Обхват головы бұл интернеттен алынған өлшемдер 48, және глубина шапки дегеніміз мынау несін айтамыз, шапканың биіктігін. Мен 17 сантиметр қылып алып тұрмын. Бұның барлығы интернеттен алған өлшемдер. Және де менің осы тоқып жатқан жібіме 10 сантиметрге мен үлгі тоққанмын узорыммен. Мен қазір тоқитын узорым жаңағы рельефный узорлар ғой. Сондықтан сол узормен алған кезде менде 10 сантиметрде 20 петля болды. 1 сантиметрде 2 петля. 48-ге 2 көбейтемді. Содан шыққан мысалы санды соған петляға періп аламыз. 48 сантиметр 2-ге көбейтесіздер. Менің ол 2 деп тұрған мына 1 сантиметрде 2 петлям. Соны көргені 96 болады. Осы рельефный узорымыз біздің 4-ге бөліну керек болады. Сол үшін 96 4-ге бөлгенде 24 рапорт шығады менде. Сол жағын қарайсыздар. Егер де сіздерге жетпей тұрған жағдайда 2 петля немесе 1 петля қосып жіберсеңіздер болады. Егер 1 петля артып қалып жатса, оны қысқартып жіберсеңіздер болады. Енді біз немізге кірісейік тоқуымызға. Сіздер петля теруді білетін шығарсыздар. Мен жіптің ортасынан алған ұнатам негізі. Қыздар жіпті кішкене ұзынырақ қылып ала беріңіздер, ол артық қалса ештеңе қылмайды. Жайрақ бәрін болғаннан кейін біздер оны жасырған кезде оңай болады. Петля теруді біледі деп ойлаймын, осылайынан білмесеңіздер қарап отырыңыздар. Мына жіптің былайынан бізді аламыз да жіптен. Үлкен саусақтан кіргізіп, мына саусақтан жұмыс петлясын аламыз, мынаны тартамыз былайынан. Осылай 96 петля теріп алыңыздар. 96 петля тергеннен кейін кездесетін боламыз. Қыздар, мына қараңыздар, мен 96 петля алдым. Енді біз мына кругты былай жалғауымыз керек қой, сол үшін тағы да 1 петля аламыз. 97 қылып. Сосын ортасынан ашамыз да былай. Мына бәрін сөйлеп аласыздар былайдан. Бүйтесіздер. Мына петляны аласыздар. Мына кіргізесіздер де. Мына петляның бүйтіп сыртына кіргізіп жібересіздер. Мына қайтадан ілесіз. Мынаны бүйтіп тартасыздар. Бір байлап қойсаңыздар да болады. Әрі қарай әрі қарай бірде-бір резинка тоқисыздар. Бір оң, бір теріс, бір оң, бір теріс, бір оң, бір теріс.
Енді осылайынан сіздер мына 7 сантиметр болғанша тоқисыздар. Осы 7 сантиметр болған кезде кездесетін боламыз. Өздеріңіз әрі қарай осы узор бойынша 7 сантиметр тоқып шығыңыздар. Қыздар, қараңыздар. 7 сантиметр. Енді біз мынандай бір қатар барлығын оң тоқып шығамыз. Себебі біз қазір дәл осылай тағы да 7 сантиметр резинка тоқып шығамыз ғой. Мынау екі қабат болып не қылып тұру үшін, қалпақтың жегі қайырылып тұру үшін мынандай әдемі бір узор істеп шығамыз. Қайырылған кезде резинкаларға әдемі қайырылуға мүмкіншілік береді. Егер мынандай істемей просто өзін не қылатын болсаңыздар, мындай грубый болып мынандай болып тұрады да, мынандай болып. Ал егер мынандай бір немен тоқып шықсаңыздар, қайырған кезде оңай болып, удобно болып тұрады да мынау. Дәл осылай мына бір қатар тоқып шығасыздар. Одан кейін тағы да өйстіп бірде-бір қылып узорды қайтадан қайталап резинка тоқып шығасыздар 7 сантиметр. Мысалы мен мына жерде 18 қатар тоқыдым ба, дәл солай екінші 18 қатар тоқып шығамын. Содан кейін тағы да кездесетін боламыз. Өздеріңіз өз еріктеріңізбен осылай тоқып шығыңыздар. Мына қыздар, қараңыздар, тоқып болдым. Мына 7 14 болып тұр, көрдіңіздер ме? Мына бағанағы бір қатар оң тоққанымыз мынандай болады. Осындай узор болады. Біз бұны былай қайырып қоямыз. Осылай болады. Енді біз мына жіпті ауыстырамыз. Бізге уже бұл жіп керек емес. Сәл ұзындығы алып кесіп тастаңыздар. Келесі Ализе Суперлана классик жібін пайдаланамыз. Бұны екі қабаттап аламыз. Мұны қараңыздар, екі қабаттап алдық жіпті. Енді біз номер 5-ші спицаға көшеміз. Мына жіпті кішкене былай ұзынырақ қалдырыңыздар. Бұл қатарда барлығын оң тоқып аламыз. Осылайна оң тоқисыздар. Біз қазір узорға көшейін деп жатырмыз, уже қалпақтағы. Сол үшін бізге барлық оң петля болу керек. Осылай осы қатарды соңына дейін тоқып шығыңыздар. Мына жерде міне маркерімізді белгілеп қоямыз, что бұл қатардың басы. Әрі қарай енді узорымызды тоқитын боламыз. Жіптерін кейін жасыра саламыз. Бізде узорымыз 4 петлядан тұрады. Бірінші петля оң. Артына жіпті тартып жібересіздер. Екінші петля оң. Үшінші петля оң. Төртінші петляны шешіп аламыз. Бірінші петля оң. Екінші петля оң. Үшінші петля оң. Төртінші петляны шешіп аласыздар. Тағы да міне. Бір петля, екі петля, үш петля, төртті шешіп аласыздар. Үшеуін тоқтым. Төртеуін шешіп аласыз. Дәл осылай қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Тоқып біткеннен кейін тағы да кездесетін боламыз. Мына қыздар, қараңыздар, бірінші қатарды болды узор бойынша. Екінші қатарда тағы да солай 3 петляны тоқып аламыз, төртіншісін шешіп аламыз. 3 петлямызды тоқып аламыз, төртіншісін шешіп аламыз. Осылай тағы да соңына дейін тоқып шығасыздар. Тағы бір рет көрсетіп жіберейін. Біреу, екеу, үшеу, төртінші шешіп аласыз. Біреу, екеу, үшеу, төртінші шешіп аласыз. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Міне қараңыздар. Қатардың соңында 4 петля қалды. Үшеуін тоқыдық, соңғысын шешіп алдық. Міне екінші узор бойынша екінші қатарымыз бітті. Маркерімізді былай қарай өткіземіз. Әрі қарай узорымызда уже қараңыздар, мынандай нелер пайда болып жатыр, ұяшықтар. Көрініп тұр ма сіздерге? Енді біз узор бойынша үшінші қатарын тоқимыз. Үшінші қатардан бірінші біз теріс петлядан бастаймыз. Бір теріс, бір оң. Бір теріс, мынау үлкен петляны тартып жібересіздер, кішкене. Бір оң. Бір теріс, бір оң. Ешқандай қиындық жоқ, жаңа резинка тоққандарыңыздай оң терістен тоқып шығасыздар. Осылай қатардың соңына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Мына қараңыздар, біз узор бойынша үшінші қатарымызды тоқып болдық. Төртінші қатарымызда біз барлығын оң қылып тоқып шығамыз енді.
узорымыз бойынша 4-ші қатарымыз. Барлық көздерімізді оң қылып тоқып шығамыз. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Және де қыздар, мына менің Instagram парақшам. Осы парақшама кіріп тіркелуді ұмытпаңыздар. Мына қыздар, узорымыздың 4 қатарын болдық. Енді 5-ші қатарында біз бағана біріншісінде 3 петля алдық қой, енді 1 петля аламыз да. Мына ортасындағы тұрған көрініп тұр өзі. Соны шешіп аласыздар. Одан кейін 3 петля тоқайсыздар. Міне 1, 2, 3. Ортасын қараңыздар. Осыны шешіп аласыздар. 1, 2, 3, 4 шешіп алдыңыз. Тағы да 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Мына қараңыздар. Біз узордың 6-ші қатарына келдік. Дәл солай бағана 2-ші қатардағыдай, бірақ бұл жерде 1 петля тоқимыз, біреуін шешіп аламыз. 3 петля тоқимыз, біреуін шешіп аламыз. 3 петля тоқимыз, біреуін шешіп аламыз. Осылай өздеріңіз қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Бұны үйрене алсаңыздар, узор ондай қатты қиын емес, бірақ видеодан неден көрген кезде, мысалы фотодан көрген кезде, суреттерден қиын сияқты көрінеді. Егер сіздерге узор түсініксіз болып жатса, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мен сіздерге узорды жеке тоқып көрсететін боламын. Міне қыздар, біз 6-ші қатарды болдық. Енді біз, міне қараңыздар, уже көрініп келе жатыр узорларымыз. Енді біз осы узорымыздың 7-ші қатарын тоқимыз. Теріс, оң, теріс, оң. Үлкен петляны кішкене тартып жібересіздер осылай. Мінекей. Бағана біз бұны бірінші узорымыздың 3-ші қатарында қайталамыз. Істейміз, біз қазір соны 6-ші қатарда қайталап жатырмыз. 7-ші қатарда қайталап жатырмыз. Кешіріңіздер. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Сосын кездесетін боламыз. Міне қараңыздар, біз 7-ші қатарды болдық. Енді 8-ші қатарда барлығын бағанағы 4-ші қатардағыдай оң тоқып шығасыздар. Барлық көздерімізді оң тоқып шығасыздар. Одан кейін, міне қараңыздар, уже көрініп тұр. Қазір қайтадан біз осы қатар біткеннен кейін бағанағы алған 1-ші қатарымызды қайтадан теріп аламыз. 3 петля аламыз теріп, үшеуін тоқып аламыз, біреуін босатып аламыз. Үшеуін тоқып аламыз, біреуін босатып аламыз. Дәл осылай 1-ден 8-ге дейінгі қатар қайталанып тоқыла береді. Осындай немен, узормен бізге мына резинкасымен қосқанда 17 см болу керек. Содан кейін төбесін жабатын боламыз. Осыны өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Содан кейін кездесетін боламыз. Мына қыздар қараңыздар. Біз мына қайратын жерімізді қайырып аламыз. Сосын өлшейміз. 17. сантиметр болып тұр. Көрдіңіздер ме? Енді біз төбесін жабатын боламыз. Ол үшін бүйтеміз. 1 петля тоқып аламыз. Мынаны былайына оң қаратамыз да. Екеуін бірге тоқимыз. Тағы 2 петля тоқып аламыз. Мына узорға қараймыз қыздар, узор бойынша қысқартамыз. Мына теріс қарап тұрған петлямызды шешеміз да оң қаратамыз да. Мына специяны ар жағынан кіргізіп, осылай 2 көзді қысқартамыз. Біздің узорымыздың несі рапорт узор мысалы 4 петлядан тұрса, біз соның 1 петлясын қысқартып жатырмыз қазіргі таңда. Міне. Оң қаратасыз, қысқартасыз. 2 петляны оң тоқисыз, үшіншіні қаратып, теріс қарап тұрған қысқартып аласыз. Тағы да 1, 2 шешіп аласыз, оң қаратасыз, қысқартасыз. 3. Осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығыңыздар. Мұны қараңыздар, соңғы 3 петлямыз қалды. Біз мына жерде 2 петля тоқып алдық. Мынаны былай қаратамыз. Осылай қысқартып аламыз. 1 петляны тоқимыз. Келесі қатарымызда біз енді барлығын
тек оң тоқып шығамыз. Осылай барлығын айналдыра оң тоқып шығасыздар. Әр қысқартқан қатардан кейін бір қатар оң тоқып шығасыздар. Осы қатарды біткеннен кейін кездесетін боламыз. Мына қыздар, оң қатар тоқып шықтым. Енді келесі қатар тағы қысқартатын боламыз. Мына узорға қарайсыздар. Мынамен қазір біз убавка жасауымыз керек. Бірінші қысқартылған петлямыз міне осыдан біріншісін тоқып аламыз. Былай қаратамыз да, екеуін бірге тоқимыз. Бір петля тоқимыз. Мынаны қаратамыз да, былайынан қысқартамыз. Бір петля тоқимыз. Қаратамыз былай қарай петлямызды. Қысқартамыз. Осылай соңына дейін тоқып шығыңыздар. Осыдан кейін қатар тағы да барлығын оң тоқып шығасыздар. Айналдырып. Мына қыздар, мен өзім уже оң қатар тоқып шықтым. Бірінші қысқартқан жеріміз. Одан кейін бір оң петля, оң қатар барлығы. Одан кейін тағы бір қысқарттық. Тағы да оң қатар тоқып шықтық. Енді тағы үшінші қысқартуымыз. Мына жіптің бәрі солай қысқартылғанша тоқып шығамыз. Қысқартамыз, бір оң қатар тоқып шығамыз. Қысқартамыз, бір оң қатар тоқып шығамыз. Қазір мынаны көрсетіп жіберейін тағы да. Міне. Мынаны тоқып аласыз. Мынаны оң қаратасыз да. Екеуін қосып тоқисыз. Міне. Оң қаратасыз да. Екеуін қосып тоқып шығасыз. Міне. Барлығын енді екі реттен қысқартасыздар. Петляны оң қаратуды ұмытпаңыздар. Оң қаратасыз. Тоқисыз. Осылай мына жерге келген кезде кездесеміз. Мына бір петля қалды. Бағана біз басында бір петляны тоқып жүріп едік қой. Маркерімізді ала тұрамыз. Сол петлямен бүйтіп қосып тоқып жүреміз. Маркерімізді тағамыз қайтадан. Мынаны тағы да бір оң тоқып шығамыз. Содан кейін тағы бір қысқартасыздар, сосын болды жабамыз содан кейін. Оң тоқып шығыңыздар мына қатарды. Қыздар, мен бір оң қатар тоқып шықтым. Енді мынаны тағы қысқартатын боламыз. Бізге бір 10 шақты петля қалғанша қысқартамыз ғой төбесінде макушкасында. Уже мынаны кішкене қиындау болып жатыр. Қаратасыз да, қысқартасыз. Мынаны кішкене тартып жүріңіз. Қаратасыз да, қысқартасыз. Дәл солай бағана басында қалай қысқартуды көрсеттім. Солай қысқартасыздар. Барлығын оң тоқып шығамыз енді осы жерде. Оң қаратып, осылай тоқып шығасыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петля қалды мына жағында. Бет жағында тартып жеңіз, ортасы ашылып қалмағандай. Мына жағында да 6 петля, 12 петля қалды барлығы. Бізге осы жарайды. Енді жібімізді кішкене ұзындап аламыз. Сөйтеміз де кесіп аламыз. Енді үлкен көзді инемізді алып, жібімізді өткіземіз де олай. Петлямыздың бәрін инеге өткізіп аламыз. Үш, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мына астына қарай кіргізіп жіберіңіздер инені.
жатасыздар да, мына қарайсыздар. Мына жердегі өткізген петля бар ғой жаңағы. Солардан қайтадан айналдырып кіргізіп шығасыздар да ойдан. Тартып жібересіздер, осындай болып қалады. Мына жерден түйіндейсіздер. Қалған мына жерді жазып тастайсыздар кейін. Төбесін қараңыздар енді. Қыздар қараңыздар, енді біздер төбесін жауып болдық қой. Одан кейін мына жерден баланың шапкасын басында ұстап тұру үшін андай құлақтарын тоқитын боламыз. Ушки деп айтады ғой орысша. Сол үшін бізде 96 петляны 5-ке бөлеміз. 96 петляны 5-ке бөлсек, 19-да 5 примерно сондай шығады. 19 деп аламыз. Бірақ та мен мына жерде міне құлақтарына 18-ден және артына 18-ден алдым. Қалған петляның бәрін алдыңғы жағына қарай жібердім. Маған солай, өзіме сондай ұнап тұр, солай болған. Енді сіздер 19-19-дан бөлсеңіздер болады. Бірақ та мен мына 19 петля құлағына келмейді, сондықтан жұп қылып алғым келіп тұр. 18-18 қылып, және арт жағында 18 қылып алып тұрмын. Алдыңғы жағына примерно 40 петля жіберіп тұрмын. Алдыңғы жағында міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 петля кетіп тұр алдыңғы жағына. Мына 2 петлямен 40-41 болады. Мына жерде міне артқы жағында міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Мына 2 петлямен. Центрін тауып аласыздар. Сол центрден былай қарай есептейсіздер ғой, 8 петлядан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Көрдіңіздер ме? Одан кейін 18 құлағында. 18-ден аласыздар. Енді құлағын тоқып көрсететін болайын. Қыздар, қараңыздар, енді біз құлағын тоқитын боламыз. Мына жерден мынандай біз бағана оң тоққан кезде мына жағы теріс болып қалды ғой. Соның мына несінде мынандай бұғырықтар шығып тұрады. Соларға теріп аламыз. Жұмыс ұзынырақ қалдырайық кішкене. 18 петля теріп аламын мен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Мен номер 4-ші спицамен аладым. Енді мына іш жағынан алған кезімізде бүйтеміз. Так, мына оң теріс болып тұр ғой. Сол оң тоқылған қатарымыздың бірінші қабырғасынан аламыз да. Былай өткіземіз. 1. Теріс петля, мына бұғарықтар көріп тұр өзі. 2, оң петля. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17. Соңғы петлямыз қалды міне. 18. Енді мына қатарларымызды барлығын 19 шығамыз. Мына жіпті кішкене тартып тұрып қолына қысып тұрыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Дәл осылай мына іш жағында тоқисыздар. Осылай оң қатармен сіздер 3 қатар тоқып шығасыздар. 3 қатар тоққаннан кейін кездесетін боламыз. Мына қараңыздар, 3 қатар тоқып болдым. Енді біздер құлағын қысқартатын боламыз. Бірінші петлямызды тоқып аламыз. Мына екі петлямызды солға қарай қаратамыз. Мына теріс қарап тұр ғой, міне петлямыз былай ішке қарап тұр, соны бері қаратып аламыз да. Осы петляны ішінен кіргізіп, спицаның әр жағынан шығарып, жұмысшымызды тартып аламыз. Бұл петлялар солға қарай қарап жатыр. Ары қарай соңғы 3 петля қалғанша тоқып аламыз. Мына 3 петлямыз қалды. Мына 2 петля осылай жатқан күйінде астынан тығамыз да, спицаның бер жағынан. Петлямызды оңға қарай бұрамыз қазір. Петляларымыз оңға қарай құлап жатыр. Мына петлямыз солға қарай құлап жатыр. Солай іш жағында тоқып шығасыздар. Бірінші петляны тоқып аласыз. Екінші, үшінші петляны шешіп, солға қарай қаратып тоқып аласыз. Мына 3 петля қалды. Петляның астынан тығып, петляларымызды оңға қарай құлатасыздар. Құлатасыздар. Енді еш өзгеріссіз бір барлығын оң тоқып шығамыз. Одан кейін қатарда қысқартамыз, қайттан өзгеріссіз тоқып шығамыз. Солай ортада 4 петля қалғанша тоқып шығыңыздар. Мына қыздар қараңыздар, 4 петля қалды. Енді қысқартатын боламыз. Мына екеуін оң қаратып шешіп аламыз. Енді мына жағында сөйтіп қысқартып аламыз бірдей қылып. Екеуін шешіп қаратып аламыз мына сол жаққа. Қыздар, енді мынаны әрі қарай жалғастырып шнур тоқып кетсеңіздер болады. Болмаса крючокпен жауып тастасаңыздар болады. Крючокпен жауып, бауын крючокпен істесеңіздер болады. Мына қараңыздар, енді мына жерде крючокпен номер 5 алып тұрмын. Өстейсіздер да, мынаны тоже. Өстіп алсаңыздар да болады. Болмаса мен бүйтіп істейін деп тұрмын.
Қыздар, мен сразу бауын істеп кетемін. Міне осылай бір 2 петля өткізіп 1 петля алды. Осыдан өзіме керекті ұзындыққа дейін воздушный петляларды теріп аламын. Қыздар, мен 40 петля алдым. 1 петля воздушный петля теріп қойдым, 40. Енді мынандай көзден өткіземіз де, алып шыққан жұмыс шыбымызды осы петлядан өткіземіз. Осылай бау жасап аламыз. Кімге қанша ұзындықта керек, мысалы өздеріңіз қарайсыздар. Осылай жасап аласыздар. Екінші құлағын тоқып болғаннан кейін сіздерге көрсететін боламын. Екінші құлағы да дәл солай, бірінші құлақтағыдай болып тоқылады. Сөйтіп тоқып алыңыздар өздеріңіздің еріктеріңізбен. Мен сияқты 18 петля алмайым десеңіздер, 20 петля алсаңыздар да болады. 20 петля алып. Маған 18 петля жарайды құлаққа. Мына соңғы петляға келдік, оны бүйтіп жасырасыздар. Мына жерде бағана петляларымыз бар еді, соған кіргізесіздер де, ішінен алып. Мына жұпты жасырып тастайсыздар сосын. Бір жақ құлағымыз дайын. Екінші құлағын тоқып шығыңыздар.